Бір қарағанда отты құмырсқалар жасап қойған үйінді төбешік, немесе дұрысырақ атағанда қорған өте кішкентай болып көрінеді. Әйтсе де олардың әрқайсысын 250 мың құмырсқадан тұратын отар паналайды. Бірақ бұл жерде бір гәп бар. Бұл қорған үлкен бір айсбергтің төбесі ғана. Ендеше құмырсқаның ішінде не барына көз жүгіртейік. Қорған шынымен де ұяға ұқсайтын орасан зор жер асты құрылымының шыңы. Бұл негізінен алып перзентхана іспеттес. Сәбилерді тәрбиелеуге арналған жақсы, жайлы орын. Өте көп сәбилерді. Олардың анасы әрі ханшайымы күніне 1500 жұмыртқа салып, ұяны айналып жүреді. Енді осы бала құмырсқалардың барлығы өсу үшін шектеулі температура аралығында өмір сүруі керек. Сол үшін де үн температура мөлшері реттелген бөлмелермен қамтамасыз етеді, және бұның бәрі ешқандай ауа баптағыштың көмегісіз жүзеге асады. Оның сыры дизайнда. Үн балмұздақ вафле тәрізді. Үстіндегі үйінді төмпешік балмұздақ салмасы. Ол жер бетінен жоғары болғандықтан күннің әсерінен жылынады. Осылайша сәбилер үйіндінің бойымен торланған бөліктерінде тығылып отыра алады. Бірақ олар күні бойы сонда тұра алмайды, әйтпесе тым ыстық болар еді. Дәл осы сәтте балмұздақтың конус тәріздес бөлігі кәдеге жарайды. Үйінді жер астына 2 метрге дейінгі жететін бірнеше тік дуалдарға қосылған. Бұл көптеген адамдардан да ұзын. Күні бойы ересек құмырсқалар нәрестелерді дуалдар арқылы жоғары және төмен түсіріп, жастарына сәйкес ыңғайлы температурамен қамтамасыз етеді. Ұя сондай-ақ осы негізгі дуалдардан таралатын ондаған конустық жолдардан тұрады. Олар құмырсқалар демалатын, тамақтанатын және уақыты келгенде кішкентайларды қайтадан жылжытатын шағын камераларға қосылады. Ұяның ішінде жолдың тағы бір түрі бар, бірақ оны тек бірнеше құмырсқалар ғана пайдаланады. Көрдіңіз бе? Біреу отардағы басқаларға тамақ табуы керек, бірақ ұяның сыртында жүру қауіпті іс. Сол себептен жем іздеуге арналған жолдар қолданылады. Бұл жер бетінен небәрі бірнеше сантиметрге көмілген бірнеше көлденең өткелдер. Бірақ олар 185 шаршы метр жерді қамтуы мүмкін бүкіл аумақта жүреді. Осы өткелдермен жүгіру арқылы барлаушылар жер астында мүмкіндігінше ұзақ тұра алады. Бірақ өкінішке орай, ұя мен оның барлық жолдары құмырсқаларды кез келген қауіптен қорғай алмайды. Әртүрлі жәндіктер от құмырсқаларының ұяларына жасырын кіреді. Олардың көпшілігі іс жүзінде зиянсыз болғанмен, басқалары қорқынышты үй қонақтары. Мысалы, қоңыздар ұяға кіріп, жұмыртқалар мен дернәсілдерді жейді. Бірақ басқыншылар отар үшін жалғыз қауіп емес. Кейде бейхабар адамдар мен немесе үлкен су тасқыны ұяны бұзады, ал бұл кезде от құмырсқаларының бір ғана жолы бар – қашу. Орташа есеппен жылына бір рет отар көшіп, басынан бастап жаңа ұя салынады. Ең қызығы, оларға мұны істеу үшін бірнеше күн ғана жеткілікті. Іс жүзінде бір түнде аулаңызда жер асты жолдары пайда болуы мүмкін. Алайда сіздің байқайтын жалғыз нәрсеңіз кішкентай ғана үйінді.